Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен әсіп пісіріп үйренеміз. Ол үшін алдымен бізге осындай жүрек керек болады. Қараңыздар, жүрек қандай әдемі. Жүректі блендерден оңай өткізу үшін майдалап турап аламыз. Пиязды да, сосын басқа да чеснок болсын, қызыл перец болсын, барлығын блендерден өткізетіндей майдалап турап аламыз. Міне мен жүректі блендерден майдалап өткізіп, бір табаққа жинап жатырмын. Сосын маған 1,5 пиала күріш керек болады. Оны алдын ала жуып, үстінен ыстық қайнаған су құйып, кішкене бұқтырып қоямыз. Күрішіміз суда тұрғанша қалған пияз, қызыл бұрыш, чесноктарымызды блендерден майдалап өткізіп аламыз. Барлығын блендерден өткізіп, бір табаққа жинай бастаймыз. Айта кетейін, мен мында кішкене ғана құйрық май қостым. Өйткені ол онда сочный қалады. Сосын фарш қостым, сиырдың фаршы менде. Сосын үстінен 2 шай қасық тұз қостым. Сосын кішкене ғана қара бұрыш қостым. Үстінен күрішімізді қосамыз. Сосын барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін осындай шекті аламыз да жайлап бір қасықпен оны толтыра бастаймыз. Негізі оны қатты толтырудың қажеті жоқ, сәл-пәл бос болу керек. Өйткені біз одан кейін оны колбаса, то есть сосиска түрінде немесе моншақ қылып байлай бастаймыз. Осындай қатты жіпті аламыз да, қатты жіппен орталарын қаттырақ буып аламыз. Мен бұл видеода бірін колбаска ретінде, екіншісін кішкентай моншақ ретінде будым. Барлығын буып болғаннан кейін негізі осылай инемен алдын ала тесіп қойған дұрыс. Өйткені пісетін кезде біз кейде оны тесуді ұмытып кетеміз. Сондан біздің әсібіміз болсын, қазымыз болсын жарылып кетуі мүмкін. Міне менің әсібім тесіліп уже дайын болып тұр. Бұны енді бешбармақтың етімен бірге пісіріп алам. Әсібім 2 сағатта пісіп шықты. Негізі оны 1,5 сағатта да пісіруге болады. Сосын бұның түрі әдемі болу үшін, румянец дейді ғой, румянец беру үшін бұны сковородкаға жан-жағын жай ғана қуырып аламыз. Просто сырты қуырылу керек. Түрі міне осындай әдемі болу керек. Бұны бір 5 минут қана кішкене сковородкаға, кішкене ғана түбіне май жағып қуырып аламыз. Әсібіміз осындай әдемі болды және дәмі де өте керемет болды. Сіздерге видео ұнаса, мен каналыма жазылуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.